Армысыздар жанкүйерлер, бұл ұлт футболы бағдарламасы. Сіздерге ішкі чемпионаттағы матчтардан бөлек клубтарымыздың Еуро турнирлердегі бәсекелерінен де шолу жасайтын боламыз. Сондай-ақ отандық футбол маңындағы қызықты ақпараттарды назарларыңызға ұсынамыз. Әр аптаның бейсенбісінде арнамызды қосып, бағдарламаны өткізіп алмаңыздар. Сонымен біз бастаймыз. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. 3-ші 13-ші талас қызған шағында. Мұнда кімнің мерейі үстем болды? Екінші атылықта біз күтпеген нәтижелер тіркелді. Ойындарға шолуда бүгінгі санымызда. Сондай-ақ Астананың Еурододағы кезек жеңісі. Осы және басқа да шолуларды алдағы 25 минутта кең көлемде жеткізетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Өткен аптаның сенбі жексенбі күндері ел чемпионатының 24-ші туры өтті. Мұндағы бәсекелерден соң алғашқы атылыққа өзгерсем бет. Ал екіншісінде біршама біз күтпеген нәтижелер тіркеліп, сатылардағы орындар да ауысты. Ұзақ созбай шолуды бастайық. Тур шымылдығын Астана мен Ордабасы арасындағы кездесу ашты. Елордалықтар Еуропа лигасының плей-офф турындағы Батайға қарсы алғашқы ойыннан соң дәл осындай есеппен шымкенттіктерді де қапы қалдырды. Ал Ордабасы өткендегі бапкер дауынан соң әлі де өздеріне келе алмай жүрген секілді. Матчқа назар аударайық. Астана өз алаңында жеңілмейтін командалардың қатарында. Мұны олар тіпті кәрі құрлық додаларында да дәлелдеп жүр. Ал шымкенттіктермен бәсекеде екі доп айырмасымен жеңіске жеткен олар чемпиондық атағын қорғау жолында ешқандай кедергіге сүрінбей келеді. Дмитрий Шамконың ауттан қосқан добын іліп әкеткен Азат Нұрғалиевті айвалана енген тұста Ренат Абдуллин итеріп жығып, нәтижесінде пенальти белгіленді. Ал оны орындаған Нұрғалиев мүлт кетпей маусымдағы 11-ші голын соқты. Артынша Агим Ибраими алаңның ортаңғы тұсынан қақпаны сына қалды. Әуеге асқақтап, жылдамдықпен төмен қарай құлдилаған соққы сәл ғана қиыс шықты. Осыдан соң оң қанат арқылы асырылған допқа басын тосып айвалана жеткізген Немания Максимовичтің пасын Джорджи Деспотович қайшылап тұрып тебумен аяқтағысы келген еді. Азаттың да ұрымтал сәтте соққысы әлсіз шыққандығын айта кеткен жөн. Шымкенттіктердің жауабы былай өрбіт. Еркебұлан Тұңғышбаевтың пасына үлгіре алмаған Гогита Гогуа. Ибраими жойқын соққысын айып тобынан сынап көрді, бірақ қиыстау. Элешала Патрик Твумасиді дәл осындай нүктеден нысана қалды. Екінші тайым бастау алысымен алға ұмтылған елордалықтардың мына шабуылын Нұрғалиев сәтті түйіндей алмады. Сондай-ақ сол қанат арқылы көтерілген допқа бірінші жеткен Деспотовичтің қос бірдей соққысы нәтижесіз аяқталды. 50-ші минутта есеп еселенді. Тағы да Ордабасы қорғанысының сол қанаты әлсіреген тұста баса көктеп кірген алаң иелері керемет өнер көрсетті. Агим Ибраими бұл жерден мырзалық танытып, Патрик Твумасиге үн қатқан болатын. Ганалық шабуылшының керемет голы таблода көрсеткішке өзгеріс енгізді. Астана шабуылы мұнымен бәсеңдемеді. Деспотович қалдырған допқа Азат аяғын тосқанымен соққы әлсіз шықты. Артынша Станимир Столев шәкірттері қарымта шабуылға көшті. Допқа бір ғана жанасу арқылы алдыңғы шептегі Ибраимиге пас шығарған еді. Агим жылдамдығын үдете түсіп қақпалдына соққы жұмсады. Шымкенттіктердің абыройына доп бағанадан кері серпіліп, ірі сеп тіркелмеді. Одан соң алаңға жаңа шыққан Отар Марцваладзе әріптесінен пас алмасып қақпаны көздеді, бірақ Ненад Эрич өз орнында. Асхат тағы бергенде жойқын соққысы сынап көрді. Марцваладзе командасын кезекті шабуылы кезінде де дәлдік жағынан мүлт кетті. Ал үшінші мүмкіндігінде ойыннан тыс қалды. Көп ұзамай төреші ойынның аяқталғандығын білдірді. Қорытынды есеп 2-0. Ал келі көліктер бұл турда басты қарсыластары Оқжетпесті қабылдады. Соңғы қос турда жолдары болмай келе жатқан Ертіс тағы да жеңілістің дәмін татты. Димитар Димитров шәкірттері дәл өткен жылғы көрсеткіштерін қайталап жатқандай. Алғашқы алтылыққа шығуын шыққанымен әркімге ұпай таратумен келеді. Одан бөлек басты ойыншыларынан да айырылып қалу әбден мүмкін. Роман Мұртазаевтың келесі маусымда Астанада өткізетіндігі де мәлім болды. Үшінші орын үшін таластағы басты бәсеке аталған қос клубтың еншісінде екендігі мәлім. Ертіс өз алаңында еш қауқар таныта алмағандықтан екінші матч қатарынан жеңіске жете алмай келеді. Негізгі ойыншыларының бірі Усман Джало кеткелі ойындары жүрмеуде. Алаң иелер сапынан айып соққысын Карлош Фонсека орындап топты қақпалдына жеткізген тұста басын тосқан Руслан Есімовтың соққысына дәлдік жетіспеді. Дәл осындай жағдайды Оқжетпес қайталады. Бірақ сол қанат арқылы және ойын барысында доп әуеледі. Марат Хайруллиннің басымен нысананы көздеуі сәтсіз аяқталған болатын.
19 минутта Қазбек Кетериев қалдырған тамаша пастан соң Карлош Фонсекаға гол соғуға жетеді, бірақ қақпашы шеберлік танытты. Есеп 21 минутта ашылды. Алаң иелерінің оң жақ қорғанысы сыр берген тұста Игорь Юрин баса көктеп кіріп, айвалаңнан допты шебер асырды. Бұл жерде Николас Каналес табыла кетіп, ел чемпионатындағы өзінің екінші голын соқты. Бірінші тайм аяқталар тұста Шота Григолашвилидің мына пасына Саша Стаменкович тосқауыл қойған еді. Шыдамсыздық танытқан Джиби Фаль кішігірім ойын тәртібін бұзуға мәжбүр. 50 минутта Ертістің ойындағы ең керемет және ең қауіпті шабуылы орын алды. Фонсеканың пасынан соң айбалаңына енген Григолашвили доп сұраған Роман Мұртазаевқа үн қатты. Форвардтың мұндағы қос соққыста қақпаға енбеді. Бірі киперден серпілсе, бірі қиыс кетті. Іле-шала Ертіс қарымта шабуылға аттанды. Эррераның дәл пасынан соң Фонсеканың соққысы сәтсіздікке ұшырады. Көп ұзамай Эррера кезекті рет айып соққысынан бағын сынады. Бұл жолы тура бағытталған болатын, бірақ сәл жылдамдық жетіспеді. Сексен минуттағы шабуыл барысында Фонсека Есімов пен пас алмасып қақпаның тоғыздығын нысана қалды. Алайда Стаменкович өз жұмысын сәтті атқарды. Мұнымен алаң иелері бір сәтке де тоқтамады. Кетериев өз жарты алаңнан қарсы иелігіндегі Фонсекаға шебер пас шығарып 100%-ық сәтті ұйымдастырды. Бірақ нәтижесі мардымсыз. Себебі Карлош қалдырған доптан соң жартылай ашық тұрған қақпаны Григолашвили биік көздеді. Шабуылда түгендіре алмаған Ертісті оқжетпес ойыншылар 88 минутта жазалап есепті еселеді. Тез арада жылдамдығын арттырған Хайрулин өз қапталы арқылы қорғаушыны сан соқтырып, Давид Лорианны да ұят жағдайға қалдырды. Димитар Димитров шәкірттері үшін енді жоғалтатын нәрсе жоқ. Сондықтан командасының соңғы бұрыштамасы орындалар сәтте Лория қақпасын тастап шабуылға кетті. Доп асырылған сәтте қақпалдында қарбала сәтті орын алды. Бір соққыны Стаменкович қайтарғанымен кезекті соққы әуе қармап қалды. Соңғы 40-тың да үнесі сілт. Мұндағы тіркелген есеп 0-2. Оқжетпес 3-ші орынға жақындай түсуде. Енді кезекте Алматыда өткен матчқа зер салайық. Мұнда Қайрат пен Ақтөбенің жолдары түйісті. Алаң иелері үшін жеңіс қаншалықты қажет екендіктен түсінеді. Себебі елордалықтар соңғы ойын жеңіспен аяқтаған. Сондықтан батыстық ұжымнан 3 ұпай тартып алуды көздеген олар мақсаттарына жетті. Қос клуб арасындағы кездесу қашанда тартысты өтетіні белгілі. Осы себепті жанкүйерлер бұл матчта асыға күтеді. Қазақ жанкүйерлерінің есінде осыдан 2 маусым бұрын тіркелген өте жағымсыз есеп қалып қойған болатын. Сол кеткен есені қайтадан қайталамауға тырысқан батыстықтар бұл кездесуде сақ ойнап, оған қоса сауатты қимылдай білді. Ойынның басында Исламбек Қуаттың пасынан соң Жирарго мынадай қауіпті соққы жасаған болатын. Артынша Исаилді дәл өз қанат арқылы айбалаңына еніп қақпаның нысана қалуы сәтсіз аяқталған еді. Оған дейін доп сызықтан асып кетті. 8-ші минутта әріптестері ашылмаған соң Алексей Щеткин осылай әлсіз соққы бағыттаумен ғана шектелді. Кезекті доп алмасу барысында Бауыржан Исламхан да жойқын соққысын бір сынап көрді. Ал Исаилдің қорғаушылар арасында қақпаға шыр айналдыра соққы бағыттауы өте қауіпті болды. Мұнымен ол тоқтап қалмады. Айбалаңның ішінде жол болмаған ол сыртынан да бағын сынап көрді. Бірақ Самат Отарбаев өз орнында. Мұндағы есеп 31-ші минутта ашылды. Алматылықтар шабуылда түгендіре алмағандықтан Ақтөбе іске кірісті. Станислав Луниннен допты тартып алған Никита Бочаров Асланбек Кәкімовке үн қатқан болатын. Ал ол өз кезегінде алдыңғы шептегі Щеткинге тамаша пас шығарды. Алексей үшін мұндай мүмкіндікті құр жіберу ақылға сыймайтындай. Енді кезек Қайратта. Өзінің қателігін жуып шаюға тырысқан Лунин қарымта шабуыл барысында Тимошевке допты қалдырды. Украиналық ойыншының соққысы мұнда да биіктеу. Ғафуржан Сүйінбаевтың жойқын соққысына да Отарбаев жауап таба білді. Қонақтардың қорғанысы да берік қимылмен есте қалды. Мәселен, Исламхан тарапынан бағытталған мына соққы Егор Сорокиннен кері серпілді. Алғашқы тайм аяқталар тұста ойында байқалмаған Андрей Аршавин жеке шеберлігі арқасында таразы басын теңестіруге тырысқан еді. Сәл ғана сәттілік жетіспеді. 48-ші минутта Луниннің соққысына жолай Ақтөбе қорғаушылары қолымен тосқауыл қойып қақпаларына 11 метрлік айып добын белгілетіп қойды. Ал Қайрат капитанының соққысын Отарбаев бағамдап та үлгермеді. Есеп 1-1. Осыдан соң Ақтөбе ойыншылары комбинациялық ойын көрсетті. Бочаров Кәкімов байланысы өз жемісін беруге шақ қалған еді, бірақ Щеткин нүкте қоя алмады. Артынша Сүйінбаев өз қапталы арқылы шабуылға араласып, айбалаңына допты әуелеткен сәтте Жирарго басымен қақпаның орта тұсын көздеді. Бірақ Отарбаев дер кезінде аяғын тосып өз елігін аман сақтап қалды.
63-ші минутта Исламханның Айбаланы асырған добын Сорокин қайтарған тұста спорттық снарядқа бірінші жеткен Сүйінбаев ал спортшысы дәл көздеп командасын есепте алға шығарды. Арада 3 минут уақыт өткенде таблода көрсеткішке өзгеріс енді. Бұрыштамадан доп ойынға қосылған еді. Ғафуржан мұнда да керемет қимылдады. Қақпалдына қарай желете шығарған пасын Жарко Маркович түйіндемек болған. Бірақ топ аяғына дұрыс қонбай, нәтижесінде гол бірінші жетіп, чемпионаттағы 16-ші голын соқты. Ойынға қосылған қосымша уақытта алаң иелерінің қорғаныстағы қателігін қонақтар өз пайдасына жазып кете жаздады. Қақпалдында тұрып соққы жасаған Бобир Давлатовтың жолына Владимир Плотников тосқауыл қойды. Іле-шала Давлатов ауттан пас қабылдап айвалаңда Дидар Жалмұқанға үн қатты. Капитанның соққысына Плотников тағы да жауап таба білді. Осылайша матчта өз мәресіне жетті. Қорытынды есеп 3-1. Басты сенсациялар екінші алтылықта орын алды. Турнирлік кестенің соңында келе жатқан Ақжайық қонақтар Шахтерді жеңіп, күтпеген нәтижеге қол жеткізсе, дәл осындай көрсеткіш Таразда тіркелді. Мұнда Атырау минималды есеппен жол беріп қойды. Осылайша қос аутсайдер 3 ұпайды өз еншілеріне жазды. Ойындарға шолу жасайық. Екінші алтылықтың төменгі сатыларында орналасқан Шахтер және Ақжайық бәсекесі де тартысты өтті. Себебі қос ұжымның қос тізгіні жаңа мамандардың қолында. Бірақ қарағандылықтар қатарынан 2 ойынға созылған жеңіс сериясын әрі қарай жалғастыра алмады. Ал оралдықтар керісінше екінші матч қатарынан жеңіске жетті. Ойын тізгінін алғашқы минуттардан қарсыластарына беріп қойған кеншілер өз қақпаларына айып соққысын белгілетіп алды. Фредди Каранель көтерген доп қорғаушылардан кесір білген сәтте Мирослав Личичтің соққысы қақпадан қиыс кетті. Артынша Ақжайық ойыншылары бұрыштаманы орындауға мүмкіндік алды. Бұл жерде Игорь Шацкий допқа бірінші жетіп, өз елігін аман сақтап қалды. Одан соң Мақсат Байжанов қарымта шабуылда сәтті қимылдап сол қанаттағы Марко Симоновскийге үн қатты. Бірақ Марконың соққысы айдалаға кетті. Алғашқы тайм аяқталуға шақ қалғанда да Шахтер ойыншылары бір сәтке тыным таппады. Симоновскийден соң іле-шала Юлиус Сузокеден нысанаға соққы жұмсаған еді. Қойылған тосқа ол мықты. 57-ші минутта айбалаңына енген Личичті алаң иелері шалып жығып, нәтижесінде пенальти тіркелді. Ал мұндай мүмкіндікті Каранель жібере қоймады. Соққысы қақпаның дәл ортаңғы тұсындағы маңдайша астына көзделіп, есеп ашылды. Есепті теңестіруге ұмтылған кеншілер айып соққысын орындамақ. Десли Убингтің айбалаңына жеткізген добы кипердің уысынан табылды. 69-ші минутта Мақсат Байжановтың көреген пасынан соң Симоновский тағы да мүлт кетті. Басымен сәтті ойнайтын Никола Васильевич те ұрымтал сәтті ұтымды пайдалана алмады. Артынша қарымта шабуылға көшкен қонақтардың ойынына Константин Дудченко нүкте қоюға шақ қалды. Ал спортшыға бағытталған доп сәтсіз шықты. Сексен жетінші минуттағы Руслан Валиулиннің мына пасын Шахтер қорғаушылары кері қайтарды. Төреші ойынның аяқталғандығын білдірді. Таблодағы көрсеткіш 0-1. Вахид Масудовтың тактикасы өз жемісін беруде. Оңтүстік өлкеге қонаққа барған батысты ұжым осымен екінші тур қатарынан 3 ұпайға қол жеткізе алмай келеді. Алғашқы айналымды сәтті аяқтағанмен Атырауға бұл күндері сәттілік жетіспеуде. Қонақта олар минималды есеппен жеңіліс тапты. Қысым түсірген атыраулықтар допты қарсыластарынан жұлып алып, нәтижесінде Александр Макас қақпашымен жеке дара шықты. Бірақ соңғы сәтте ғана қақпашының мерейі үстем болды. Алаң иелері сапынан белсенділік танытқан Малик Мани шабуыл барысында қорғаушыларды мынадай әдіспен алдап өтіп, қақпаның алыс бұрышын нысанаға алған еді. Алайда қиыстау. Ал 28-ші минуттағы айып соққысын Владимир Ажанов орындап қақпалына допты қолмен қойғандай жеткізді. Павел Шабалин мұнда спорттық снарядты асықпай кеудесіне қондырып соққы жасауға болатын еді. Бірақ асығыстық танытып қорытындысына сәтсіз аяқталды. Қырық минутта Валентин Чуриевтің сол қапталдан асырған пасына басын тосқан Валерий Коробкин нысанадан мүлт кетті. Екінші тайм басталған сәтте тағы да Чуриев өз қанаты арқылы қақпашы иелігіне қарай допты асырған еді. Ажановтың соққысы сәл ғана биіктеу шықты. Артынша Александр Алиевтің тамаша пасына Тәжімбетов нүкте қоя алмады.
Мұндағы есеп 70-ші минут бастау алғанда ашылды. Алиевтен пас қабылдаған Мане оң қапталға сәл ауысып, осы тұстан нысананың жақын бұрышын тура көздеді. Жасур Нәрзіқұлов бағамдап та үлгермеген болатын. Олар мұнымен тоқталмады. Сол қаптал арқылы керемет сытылып шыққан Александр Кировтың айбалана жеткізген добына басы тосқан Дәуренбекке сәттілік жетіспеді. Сексен сегізінші минуттағы Алексей Мулдаровтың мына соққысына Александр Григоренко тосқауыл қойды. Ойынға қосылған қосымша уақыт түгесілер тұста Стефан Эссаме қауіпті айып соққысын орында. Тура бұрышқа бағытталған соққыны Григоренко абырой болғанда қайтара білді. Осылайша матчта өз мәресіне жетті. Мұнда минимал есеп тіркелді. Соңғы кездесуге де келіп жеттік. Қостанайдың тобылы қонақта жетісумен өзара күш сынасты. Бірақ алаңгерлеріне қауқар таныта алмады. Омар Ететрадзе шәкірттеріне сәл сәттілік пен шабуылды түйіндеу үшін салқын қандылық жетіспеді. Матч қалай өрбіді? Келесі сюжетімізде. Талдықорғандағы матчта алаңгерлер Қостов айырмасымен жеңіске жетіп, Тобыл Атыраудың күйін кешті. Қостанайлықтар да қонаққа барған болатын және турнирлік кестеде өздерінен төмен тұрған ұжымдарға есе жіберіп, қатардан 2 матч бойы жеңістің дәмін татпауда. Марко Симоновский сол қанат арқылы айбалана еніп, қақпаға соққы жұмсағанда қорғаушылар үздік атанды. Ал Ильяс Әмірсейітовтің орындаған мына бір қауіпті соққысы сәл болмағанда голға айналуға шақ қалған еді. Чиприан Дякта командасын алға сүйреумен болды. Қарсылас қақпасының алдында Сергей Хижниченкоға үн қатқан еді. Алайда Сергейдің соққысын кейпері өз ұсынан шығармады. Одан соң алаңгерлер сапынан Серік Сағындықов қарсылас қақпашысын сынап көруді мақсат тұтты. 65-ші минутта жанкүйерлер алғашқы голға куә болды. Қақпашыдан серпілген допты екінші қайтара бағыттаған Налек Бигларян командасын есепте алға шығарды. Екінші гол арада 10 минут уақыт өткенде соғылды. Айып соққысынан Артем Касьянов оң қаптал арқылы пас аралас соққы жұмсаған еді. Шырайнала ұшқан топ алыс бұрышқа топ ете қалды. Соңғы сырықтың да үні естілді. Таблодағы есеп 2-0 және жетісу турнирлік кестеде бір сәті жоғарылады. 24-ші турдан соң алғашқы алтылық мынадай кейіпте. Астана 59 ұпаймен көштің тізгінін мығымдай түсуде. Ал алматылықтар әлі де олардан 7-ге кем. Ертіс болса 41 ұпаймен 3-ші тұғырын сақтап қалды. Оқжетпес 40-ты қанжығаласа, шымкенттіктер 34 ұпаймен тұр. Ақтөбенің көрсеткіші 29. Енді екінші алтылыққа назар аударсақ, мұнда Атырау мен Тобыл көшбасшы. Еншілерінде 29 ұпайдан. Жетісу 26 ұпаймен 9-шы орынға көтерілсе, олардан 2-ге кем қарағандылықтар тиісінше 10-шы сатыға төмендеді. 22 ұпайы бар Тараз 10-дықтан тыс қалса, Ақжайықта бәсекені қыздыруға дайын. 17 ұпай. Ал сүрмегендер тізімі мынадай. Иварлық шабуылшы Жерарго 16 голмен бірінші орында. Біраз үзілістен соң кезекті гол соққан болатын. Ал екінші сапта 13 голмен оның командаласы Бауыржан Исламхан орналасса, үздік үшікті 12 рет қақпаны тура көздеген Душан Ставич шәмәмдап тұр. Сондай-ақ Ертіс форварды Роман Мұртазаевтың да көрсеткіші осындай. Алайда оның екеуі пенальтиден болғандықтан әзірше 4-ші сапта. Азат Нұрғалиев болса 11 голмен 5-ші орында. Соңғы турда 11 метрлік айып соққысын сәтті орындағандығын айта кеткен жөн. Осылайша 24-ші турда өз мәресіне жетті. Командалар тиісінше өз орындарына жайғасып, алдағы турға дайындықтарын бастап та кетті. Осы аптаның соңында келесі тур ойындары өз бастауын алмақ. Оны біз келесі санымызда хабарлаймыз. Ал қазір 24-ші турдағы үздіктер кімдер атанды? Соған тоқталайық. Оқжетпес қақпашысы Саша Стаменкович Ертіске қарсы ойында бірнеше қауіпті соққылардың бетін қайтарды. Сондықтан қақпа иелігіне дәл осы кейпер лайық. Ал қорғаныстағы шеп мынадай ойыншылардан құралмақ. Сол қанатта Ғафуржан Сүйімбаев. Осымен біздің құрамға екінші рет ілігіп отыр. Ортаңғы тұста Иван Мера мен Марин Анитич, ал оң қапталдағы үздік Ильяс Әмірсейітов. Жартылай қорғаушылардың арасынан бұл турда Фредди Каранель мен Джозеф Нейн өз ұжымдарына көп көмегін тигізді. Сондықтан құрамға алынды. Ал шабуыл шебі мынадай. Қос қапталда керемет өнер көрсеткен вингерлер Марат Хайруллин мен Патрик Твумаси. Қос ойыншы да қарсылас қақпасына гол соғып қана қоймай ойынды жүргізіп отырды. Сондай-ақ алматылық команданың жас капитаны Бауыржан Исламхан өз позициясында үздік танылса, өткір шабуылда Тараздың қарамажаны Мәлік Мане. Соңғы кездесуде оның керемет голы клубына 3 ұпай сыйлаған болатын. Ақжайыққа жеңіс алып берген Вахид Масутов құрамның жаттықтырушысы. Өткен аптада Астана Еуропа лигасының плей-офф турындағы алғашқы ойын өткізген еді. Бүгін қарымта матч жоспарланған. Астана аренадағы ойында елордалықтар өздеріне қажет есепке қол жеткізгендігін естеріңізге сала кетейік. Енді қонақта сенім түрде қимылдау қажет. Мұндағы бір қателік кешірілмейтіндігін өздеріңіз алғашқы матчтан-ақ көрдіңіздер.
Беларусь футболшыларының қос қателігін біздің ойыншылар керемет пайдаланып кетті. Бүгінгі санымыз өз мәресіне жетті, құрметті жанкүйерлер. 24 турға шолуды аяқтадық. Енді келер аптадағы санымызды өткізіп алмаңыздар. Себебі біздің футболда қызықты матчтарға толы. Келесі кездескенше аман саулықта болайық. Спортпен шұғылданыңыздар.